Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ ННН. Достар, бүгін визит ННН проектісі. Дәл қазір лайк басып, каналға тіркеліп қой. Өйткені бүгін біз қайда визит жасаймыз? Әрине, Америка құрама штаттарында. Бұл влогта Майами, GTA барлықтарыңыз білесіздер, және Хьюстон, Португалия, Өзбекстан матчын көрсетеміз, және Лос-Анджелеске баратын боламыз. Қандай қызықтар бар екен, бізбен бірге тамашалаңыздар. Құрметті достар, мен бұл үшінші рет баруым. Осы үшінші баруымда сіздерге кішігірім влог көрсеткім келіп отыр. Ең бастысы сіздер әрдайым қолдап отырсаңыздар, мен осындай күшті контенттер шығарып отыруға дайынмын. Жолымыздың уақыты 22 сағат, бірақ әлем чемпионатына баратқандықтан қуанышымызда шек жоқ. Уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Бастаймыз ода, жүріңіздер. Рум тур. Мен бұны букингтен алдым. Бағасы $420 налогымен. Осындай коттедж екен. Мен бұны гостиница деп ойлағам. Кіре беріс жер. Көріңіздер. Тез-тез түсіндіріп өтейін. Мынау біздің зал, ас үйіміз. Барлығы осы біздікі. Біз бұл жерде 3 бала алып тұрамыз. 2 күнге алдық. Қараңыздар. Бір бөлме 2 адамдық кроватпен. Бір бөлме. Және менің бөлмем қараңыз мына жақта. Және туалет, ванна, душ. Барлығы кішкентай істеп қойған ғой. Ең күштісін көрсейін жүрсеңіздерші. Біз көргенде шок болдық. Америкалық вайбты беретін комната. Игровой гараж зонасы. Мәссаған. Everybody. Баласында бильярдты қоясында, мини бильярд қой. Дейсіңдер, yo bro, where away? Дейсіңдер, ойынды қосасында. Кешкісін PlayStation ойнаймыз. Дискотека істеуге болады екен. Барлығын жасауға болады. Кондиоры бар өзінің. Ал ертең біз Өзбекстан, Португалия ойынына барамыз. Yaganedir dünyada. Özbekistan. İnşallah iddiada. Özbekistan. Міне бүгін дайындық фан клубтарының қазақша өлең. Орысша тілде. Достар, дайындалып жатыр. Мына жерде барлық СНГ, Өзбекстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан, Қазақстан барлығы жиналып Өзбекстанды қолдауға келді. Біз де келді қарапайым. Достар, Хьюстондағы ең басты мақсатымыз Өзбекстан құрамасын қолдау болды. Жеңіліс тапты. Бірақ енді Португалиядан күшті сезім болып тұрмын, өйткені Роналдоның соңғы әлем чемпионаттағы ойындарының бірін көрдім. Өте ерекше болды. 5-0 болды. Бірақ мен ойлаймын, Өзбекстанның осындай деңгейге жетудің, әлем чемпионатына шығуының өзі бұл үлкен жеңіс деп ойлаймын. Сондықтан да бауырлас көршілес елді шын жүректен құттықтап қоямын. Арнайы Қазақстан атынан, қарапайым қазақтан. Және бүгін бізде алғаш рет Бекет, оператор, және Ақалекті бір жерде Роналдоны көрді. Жылап қаларсыздар да Роналдоны көрді. Сен айтам, алғаш рет көрді деп жатырмын. Роналдо, қалай сезім? Жыладың ғой сен? Жылап жүрдім. Іште енді сыртқа көрсеткен жоқпын, бірақ көзіне жас шығып, жүрегім кәдімгідей дүрсілігім соқты да кәдімгі. Аяқ асты шығып кетті біздің бөбе жолға. Бекетке де билет табылып, анасының дұғасы қабыл болып Бекеттің, иә? Біз $1,200,000 билет алдық, ал Бекет болса біздің оператор жігіт тегін бізден мықты жерге отырды. Ал біздің тұрған жеріміз даунтаунда қалады, әр қалада бар. Ғимараттан жиналған жері күшті, атмосфера, вайб күшті. Ал біз достар жалғастырамыз, өйткені бұл жай ғана бастамасы. Ары қарай не қызық болатыны өзімдермен, өйткені без плана. Ал достар, лайк басып қойыңыздар, кеттік. My name is Нұрдәулет. Africa. I'm from Africa. Africa. I'm from East Africa, but I meet my people. What city? Bujumbura. My people are famous. Like his brother is a well-known fighter. Oh my! I know this. I swear to God, I know this fighter. This your brother? My brother. Your blood brother. Yo, I need a picture. I ain't gonna lie. Шавкат Рахмат, жақсы көремін. Even have a friends. Yo, Kazakhstan. Yo. Күшті береді анда, You from, bro? I'm from here. America? Yeah. Yes. I'm from Can Houston. you, bro? Oh yeah. Vibe. Thank you.
Достар, Калифорния штатында не көрсетсем болады? Голливуд жазуы тауда тұрған, әдем болып тұрған, иә? Мәссаған. Бірақ ол үшін тауға шығу керек, әдем вид табу керек, артта Голливудтың жазуы тұру керек. Оның бәрі оңай емес, достар. Ол жарамайды. Так, немесе осы штаттағы ең танымал пляж Санта-Мониканы сіздерге көрсетейін ба? GTA San Andreas'те бар, киноларда бар, ше. Бірақ қойшы ол жаққа ерініп тұрмын баруға, ше. Күн ыстық. Мүмкін немесе сіздерге жұлдыздар аллеясы қызық па. Бірақ бұны барлығы көрсетіп тастады. Ал сіздер Chinese театрын білесіздер ме? Дәл осы жерде барлық киноның ең бірінші көрсетілімі болады. Мысалы, бүгін Супер женщинаның предпоказы болады. Және менің дәл жанымда Майкл Джексонның қолтаңбасы бар. Достар, Голливуд жұлдыздарының барлығы осы театрда аяқ басқан, келген, көрген, осы жерде болған. Осы жердің дәлелдері барлығын қолдары мен аттары жазылып тұр ғой. Осыны айтайын ба? деп айтып қойғасын бәрін. Ең қызығы, ең күштісі тарихи боксшы Мұхаммед Алидің атын жерден таба алмайсыздар. Оның аты құрметтеліп, жоғары ілінген. Не үшін екені өздеріңіз де біліп тұрған шығарсыз. Осы жерде еще менің де атым бар деді, Нұрдәулеттің. Көріп жүрейікші. Қарапайым қазақтың аты қарасаңыздар, достар. Голливудта TikTok-тың официальный NNN деп қойдырылған, мәссаған деп айтайын десем. Бейстеп ақшаға қойдырып алған, достар. Кез келген TikTok, Лос-Анджелес бәрін қойға болады. Қимылдайды қараңдар. Өтірік, наның өзі өтірік та. Осылай енді армандауға болады кішігірім. Енді фото видео істек Инстаграмға бос кетпесін ақша. Сағат 8 таңғы Лос-Анджелес. Құрметті достар, таңғы ашу мәдениетін америкалықтар шығарған деседі. Біз қазір таңғы ашуға қараңыздар, кезекті, бәрі күшті кезекке тұрып тұр. Достар, мен үшін де таңғы ас өте тәтті және дәмді болу өте маңызды. Құрметті достар, бұл жақта өте таңдау жоғары, өте көп. Бізде енді ашылып жатқан ресторандар бар, завтрак ішетін. Бұл жақта бұрыннан істеп келе жатыр екен. Қарасаңыздар, өте үлкен выбор. Таңғы ас жай маркетинг болғанын білесіз бе? Құрметті достар, бұрында ешкім таңғы ас ішпеген осы Америкада. Барлық кофе ішіп жұмысқа келе беретін болды. Таңғы ашуға уақыт болмаған. Енді таңғы ас сататын магазин, ресторан болсын, қалай сату білмегенде маркетинг құрған. Таңғы асқа неше түрлі идеологиямен, домалақ жұмыртқа, сосискімен кинода көрген білесіздер ғой. Және андай панкейктер, рекламада, билбордтарда іліп, адамдардың миына әдетке айналдырған таңғы ашу керек екен. Содан кейін барлығы таңғы ашуға әдет айналдырып кеткен. Содан кейін таңғы ас мәдениет пайда болған. Негізінде таңғы асқа ауыр тамақтану қажет емес. Осындай салаттармен жесеңіздер жеткілікті. You know that we rock all around the world, one day at a time. You know we precious as black pearls, rocking on Santa Monica Pier. Hope that you're happy you're here, never live in fear. You know I'm chilling with my boy International. See the people walking by, hope you have a good day. One day at a time, hope you have it your way. See the little doggy right there in the pink carriage, have a good day. And you know I keep sharing. Hey, yeah, yo, come on, yeah. Минутка реклама. Қарапайым кәсіпкерді қолдау Лос-Анджелесте. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Амансыз ба? Атыңыз кім? Есімім Рүстем болады. Рүстем. Қай жақтысыз? Жетісай. Жетісай. Сәлем деп қойыңыз бізге. Қазақстанға жалын сәлем. Шақырып қойсайшы оқырмандар келіп жатқан Америка. Бәрі біледі ғой оқырмандарың, иә? Хит болып кеткен осы. Лос-Анджелеске келіп жатсаңыздар, осы бауырымыздың келіп шашлик жеңіздер, қараңыздар. Халал ғой? Халал. Біздің шашлик сағынса да осы жерге келіп жесеңіздер болады. Барайында говядина $9, курица $8 ғой. Біз арнайы іздеп келдік, бағана бір-екі жерге бардық та, осы жерге айтшы да алда болды. Шашлик аламыз, Америка шашлик пісіріп алай болады екен. Шашлик аламыз, шашлик деп тұрған ғой. Сестен келіп бір шашлик жіберші. Ондай жоқ шығар жақта, иә. Дәл осылай Лос-Анджелесте шашлик пісіріп тұрасың. Ал, міне, барайын, Майнокс бізге ұқсайды. Келіңіздер, қолдаңыздар. Sicker than your average, pop a twist cabbage on instinct. Niggas don't think shit, still think gators. My Detroit players, Tim, my hooligans in Brooklyn. That's head right, hit the head right, till you there. Niggas like
Америка құрама штаттарына келсеңдер міндетті түрде Майамиға келіңіздер, өйткені бұл жердің атмосферасы, адамы, табиғаты, вид, вайб бөлек. Маған көбісі айтты, онша емес деп, бірақ білмеймін, маған қатты ұнап отыр. Келе сала мен күшті эмоция алдым. Басқаларының бай бөлек, бірақ осыға да мен ерекше эмоция алдым. Сол үшін міндетті түрде Америкаға келсеңіздер, міндетті түрде Майамиге бір рет келіп көріңіз. Қараңыз, волейбол ойнап жүр ғой, өмір сүреді да болады. Кәдімгі кино ғой, бәрі андай сценарий сияқты. Енді ана жерде қазақтар отыр ғой, ай, мен ешкімді сүймеймін деген. Кім деп ойлайсыңдар? Ассаламу алейкум. Нурик Кезел. Америка жүрсің? Қалай балалар, ұнап жатыр ма блог? GTA Vice City ойнаған балалар болса, сіздерге ішіне кіргізейін, ойында кіре алмайсың ғой особо. Бұл асты ресторан, үсті қонақ үй. Сіздерге бола іштен нөмір алдық бір күнге. Казахстан. Сербия. Сербия? Сербия? О, Сербияда. Потологы төмен. Маған ұнамайды потологы төмен. Мына жерде Нуриктер жатқан, ар жағында Тұрар жатқан. Біз мына жақтан нөмір алдық. Көрсетейін. Қатты үлкен емес. Дәл осындай комната, 20 квадрат метр шығар. Вид, онша емесі біз 60 мың теңге алдық. Налогымен, барлығымен, вид пляжға қарап тұрған бір максимум 150 мың болады шығар, максимум. Бір қатты ұнамады маған. Кішкентай, ескі. Дәл осындай кішігірім аузор және шашылып отыр жан-жағы. Бұл жақта барлығы осындай кішкентай негізі. Квадрат метрді өте қатты үнемдейді. Сондықтан да сіздерге кішігірім обзор, рум-тур осылай болды. Әлем чемпионаты барлық жерде футбол, команданың жанкүйерлері. Енді қазір сұрап шығайық кішігірім ағылшынымызды қосып, қай команданың жанкүйері көп екен. Excuse me, I can ask. No English. Is this FIFA World Country? Argentina. Yes. Ассалаумағалейкум. Қандай командаға болеть етесіз? Өзбекстан. Мен Қазақстаннанмын. Мен де Өзбекстанға болеть еттім. Артында Марадонаның жала отыр. World Cup? Yes. Argentina. Argentina. Who is gonna win the World Cup? Yeah. It's gonna be between Brazil and Kazakhstan. Барлық жерде телевизордан футбол көрсетіп жатады. Өйткені тек қана футбол көреді барлығы. Қай командаға жанкүйерсіз? Англия жеңсе екен деймін. Жалпы өйткені мен ес білгелі Англия всегда финалда ұтылып қалады, бір жетеді. Но на самом деле командасы достойны ғой. Кейн, Беллингем деген. Солардың бір жолы болып кетсе екен. Сіздер қай команда жанкүйерсіз? Осылай футбол көреміз күнде. Достар, міне полициядан осындай болады. Байқасаңыздар, полицияларда жұмысын рахатпен, махаббатпен жасап жатыр. Өзін осы қаланың қорғаушы деген санайды. Қарапайым халық та бұны қорғаушы ретінде қабылдап, рахатта жұмыс істейді, сол үшін бір-бірінің жұмыстарына кедергі істемейді. Бұл Майами, достар. Шетелге көп шығу керек. Шетелге көп шыққан сайын неше түрлі адам көресің, неше түрлі ел көресің, ұлт көресің, дін көресің. И ойлау қабілетің ашылады, мақсатың, армандарың орындалуына мүмкіндік көп екенін, әр қала әр мүмкіндік екенін білесіздер. Достар, енді сіздерге кішігірім айтып өтейін, мен қалай келдім. Ең бірінші билетті Freedom Travel арқылы алдым. Онлайн тіктейсің. Сөйттім де сайттар арқылы гостиницаны брондадым. Ешқандай алдын ала турлар сатып алып, билеттер сатып алып қымбатқан жоқ. Келген по факту алып өттім. Алдын ала алып отырсаңыздар, барлығы тиімді, арзан болады. Кейде даже тақалған күндері гостиницаларда арзан болады. Мысалы біздің балдар гостиницаны 100 мың қалды, ал біз 60 мың теңге алдық. Дәл осы қалада, Майамиде байқасам, әр қызметкері, халқың өзі осы қаланың маркетингі жұмыс істейді. Полициялардың өздері денелері әдемі. Барлығына сәлем көрсе, адамдардың барлығы hello, сәлем деп күшті амандасады. Кез келген туристке, как дос ретінде айтып, даже машиналардан да кино қойып қояды, сендер видеоға түсіру үшін. Даже заң бұзып тұрса да, бірақ главный халық турист риза болып жатса, тұра береді. Полиция машиналар көрдіңдер ғой, шөпте тұр. Спал ешкім әңгіме айтпайды. Ережелерді машиналарды өтіп кетеді кейбір кезде, бәрі түсіністікпен қарайды. Бірақ ол үшін ол халықтың деңгейде соған жетті, халық та соған дайын болды деп ойлаймын. Көп ел аралаңыздар, көп оқыңыздар, болды. Біздің кезде болды, құм болмады да ондай. Майами демалатын қала. 3-4 күн съемка жасадық, қала күндері. Валіп ойнадық, пляжға келіп суға түстік. Просто қыдырдық.
Просто видке қарап қойып отырдық. Адамдармен таныстық, күліп ойнадық. Өте күшті, тек қана демалатын қала екен бұл жер ше. Бір қызығы түнде тез ұйықтап қалады екенсің. Түнге ұйқы уайымсыз ғой, ұйықтап қаласың сразу. Ал мынау Майамидің жағалауы қараңыздар. Қазір енді судың шөптері шығып жатыр. Бірақ кеше ғана осы жерде Криштиану Роналдудың келіншегі болды. Дәл ол да шөптермен суға түскен ғой. Біз бір суға түскенбіз сол келіншегімен. Достар, бір қызық факт айтайын. Майамидің пляжында күн батпайды. Дубайда бәріне батады күн ше. Бұл жақта күн батпайды, күн шығады. Бұл жақтан күн шығысының өзі бөлек болады. Батыс мына жаққа қарай батады ғой. Бұл жақтан тек қана күннің шығысын көре аласыздар, батысын көре алмайсыздар. Пляж жатып, күн батқанын тек қана Дубай, басқа Мальдиваларда көрсеңіздер. Бұл Майамиде тек қана күннің шыққанын көресіз. Сол үшін барлық туристер, адамдар таңда келіп, тренер сайда таңда келіп, суға түседі, таңда келіп, сол көріністі тамашалайды. Бір байқағаным, бұл штатта басқа штаттарға қарағанда толық адамдар аз екен. Көбісі качоктар ғой. Бұл блог ерекше болған сияқты Монғолиядан кейін енді қателіктер болса айып етпейсіздер. Барынша күшті қылып көрсетуге тырысып жатырмыз. Имам мағанда мен сөйлеген дұрыс болмаса да кадрларды күшті қылып, контентті күшті қылып, бұйырса, одан да қызықты елдерге барамыз. Бұл бастамасы. Визит енінен жалғасады достар. Дәл осындай көріністі тек қана киноларда немесе ойындарда көрдім. Өте қатты қуаныштымын достар. Мүмкін емес ештеңе жоқ. Армандар орындалады, тоқтамауыма дух берген ол әрине сіздер. Кез келген уақытта сіздерге алғысым шексіз. Бір адам мені қолдай алса, сол адам үшін тоқтамай видео түсіруге дайынмын. Армандар орындалады, мен сенем. Мүмкін емес ештеңе жоқ. Сіздер де сеніңіздер. Мен барынша сіздерге осыны айта беруге, дәлелдеуге, шын екеніне сенуге сіздерге де көмектесем. Дәл осындай керемет көрініс сіздерге де, сіздің отбасыларыңызға берілсін. Әр адамды жақсы көрем. I love you. Сатайдың клипін түсіртпасаң ешті. Өмірді сен үйреттің сүруге, шынайы қуануға көруге, шын саған дейін сүйіп көрмедім.